Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар және қадірменді қонақтар. Сіздерді 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Халқымызға ғасырлар бойғы арман болған тәуелсіздік, егемендік ұстанымдарын биікке көтеретін бұл күн біздің отанымыздың әрбір азаматы үшін қастерлі мереке. Бүгін бізде үлкен мереке тәуелсіздік күні. Бұл күн қазақ халқының ұлттық тарихында алтын әріппен жазылған күн. Бұл күн сөнбеген шырақтың қайта жанған күні. Ал бүгінгі қазақ елі ата-бабалар аңсаған тәуелсіз егемен ел. Армандарды жақындатып тымалыс, біздің жаққа жеткен екен жылағыз. Егемендік, ел бақыты ертеңі, о халайық, құтты болсын қуаныш. Азат өлкем күндей күлген шығыстан, асыл елім жан жүректі ұғысқан, ата-бабам аңсап өткен бақытым, айналайын Қазақстан, Гүлістан. Тәуелсіздік ғасырлар бойы қазақ халқының аңсаған арманы басқыншыларына қарсы күресті. Қазақтарды жоңғардан азат етілді. Қазақ жеңіске жетті. Арада ғасырлар өтіп, 1993 жылы осы Ордабасы тауында елдікке үндеп, тарихи маңызды тарих шешімдер қабылданып, қазақты 3 ғасырға бауырына жиған Ордабасының 2 жиыны да қайырлы болып, ел тірлігіне, жеңіс істерге бастау болды. Елжанов, Ордабасы толғауы.
Сапат Ерсайын қадырына беріледі. Тұшылар, ұшар мүмкін үлкен, жаңа бала айтқандай ақ, жылдың аяғындағы үлкен тәуелсіздік күн мейрамы. Біз де бала болдық, біздер де осы тәуелсіздікті аңсаған кісілердің айтқанын, жүргенін тек қана әдебиеттен оқыдық. Дегенмен де осы ең соңғы тәуелсіздікке ие болған 1986 жылғы желтоқсандағыны біздер аз болып па көп кісілерден естіп, көріп, оқып деп айтуға болады. Мінекей, жаңа айтып жатыр ата-бабамыздың аңсаған күні дейді, керек дейді, яғни әр адамда өзінің теңдігін, бірлігін аңсайды. Мінекей, бүгін Аллах'ы айтып отырамыз 29 жыл деп отырмыз тәуелсіздік алғанымызға. Оны бер жанда да Қазақстанға бәріңізге белгілі үлкен жетістікке жетіп жатыр. Ол бәріңізге куәсіздер. Кеше ғана елбасының халыққа жолдауында бастапқы тек қана оқу бөліміне үлкен іс салып кетті. 2017 жылдан бастап жалпы адам баласына, оқушыларға алғашқы мамандық алуға, тегін алуға деп үлкен ұсыныс түсіріп жатыр. Бұл да мінекей сіздерге, бізге деген болашаққа үлкен жол салу деп есептейміз. Мінекей біздің мектебіміз өзіңізге белгілі үлкен кісінің Сәкен атағына ие болған мектеппіз. Бұл кісі бір өзінің жас кезінде тәуелсіздікті аңсаған адамның бірі. Мінекей содан бері біздің мектебіміз 90 үстінде сол кісінің атын, сол кісінің бізге деген тілегін алып келе жатып айтуымызға болады. Соның ішінде мінекей біз ең бір мақтаныш етеміз адам басындағы тіл. Мінекей қазақ тілін ең алғашқы адам баласының кімде болсын тілден баға ол өзін ұмытылмайды. Сондықтан біз мінекей қазақ мектебіміз
қазақша оқимыз, орысша түсінеміз, ағылшынша сөйлейміз деген сияқты түрлі күшті келатырмыз. Бұның бәрі де біздің болашақ үшін үлкен қуаныш деп айта аламыз. Бұл мінекей мектебіміз үлкен мектеп болғаннан кейін кешен бар, арамызда өнер мектебіміз бар. Қарақостанада жаңа өнер мектебінің үлкен оркестр құрамының тағы да сіздерге алғашқы өздерінің ойнауларымен бізге күймен ашып отыр. Бұл да біздің балалардың жетістіктері деп айта аламын. Бәрімізге келе жатқан үлкен мейрамымыз тәуелсіздік күні. Келесі келе жатқан жаңа жылымыз, ескі жылды бәрімізде қорытылып, жаңа жылға ұмтыламыз. Әрқашан да үміттенеміз. Келесі жаңа жылымыз бәрімізге құтты болсын дегім келеді. Аман да келсін дегім келеді. Береке болсын дегім келеді. Ата-аналарға балаларыңыздың дер сау болып, аман есен тек қана жақсы көресіз дегім келеді. Берекеңіз құтты болсын. 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жариялады. Егеменді ел болды. Төл теңгесін шығарды. Ата заңын қабылдап, мемлекеттік рәміздерін белгіледі. Алғашқы президентін сайлады. Міне, бүгінде халқымыздың аңсаған арманы орындалды. Тәуелсіздік таңы шапағатын шашып тұр. Қазақстан деген ортақ үйімізде бір шаңырақтың астында барлық ұлттың өкілдері, әніміз де, сәніміз де жарасып, ынтымақ пен бірліктің нәтижесінде тату сәтті өмір сүріп келеміз. Келесі орындалар ән баршамызға танымал. Жерлесіміз Мұнайдар Баймолданың сөзіне жазылған. Думан Байтілеуовтың әні бейбіт ел тұрғыны. Орындайтындар 4-ші Б сынып оқушылары және жеке дауыста Альнура Мадихова. Біздер бейбіт ел тұрғыны.
Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін ғана елімізде әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қосылдық. Өткен жылдар ішінде тәуелсіз қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын өткелдерінен аман өткізіп келеміз. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтар үшін орны ерекше мереке деп білеміз. Себебі осынау жүрек жарды қуанышқа толы ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап күтумен өтті. Назаровтың күйі бейбітшілік, орындайтын домбырашылар ансамблі.
аталатын асқақ арман жолында қаншама қан төгілді, қаншама батыр мерт болды. Бұл арпалыс бір күн, бір жыл, бір мезет емес, талай ғасырларға созылған. Осы арпалысты жай тілмен тарих дейді. Ендеше тәуелсіздік жолындағы тарих беттеріне зер салып назар аударайық. Ержан Серікбаевтың нұр едің, сен дегенде лүпілдейді жүрегім, өзің менің қуанышым бақытым, өзің менің мақтанышым тірегім. Bağına
тәуелсіздік туы желбірегеннен бері өшкеніміз жанды, өлгеніміз қайта тірілді. Ата-баба дәстүрі көш түседі, халқымыз еңсесін тіктеп, жарқын болашаққа қол созды. Содан бері атқан оқтай зулап табандатқан 24 жыл өтті. Қазақстанның ғұмырына көз салсақ, көкірегіңді мақтаныш сезімі кернеп, еске аларлықтай жеткен жетістіктері, асқан асулары мен бағындырған жаңа белестері бар. Алдарыңызда халық күйі келіншек, орындайтын мұрагер ансамблі.
Осы кезеңде Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген тұңғыш Нұрсұлтан Назарбаевтай көреген саясаткердің ерен еңбегі дәл бүгін және әрқашанда айтып өтеміз. Жүзден аса ұлт өкілдері тұратын осынау қасиетті мекенде, асқақтаған өлкеде, кеңшілігі керемет дархан дастархандай далада, егіні теңіздей толқыған, төрт түлігі өрбіген, өндірісі өркендеген мекенде өмір сүруші әрбір адам өз отанын жанындай сүйіп, оның көк байрағын көкке көтеруді мақтан етеді. Ұйғыр биі орындайтын Айназ бишілер ансамблі. Бейбіт аспан астында көк туымыз желбіреп тұр. Ашық күн нұрымен таласа әнұранымыз қалықтауда.
Елдің өз еркіндігі өзінде. Оның бір айғағы жүрегіңді тербеген келбетімен көз тартып, күннен күнге гүл жайнап өсіп келе жатқан Астана келбеті. Астана 21 ғасырдың қазақ төріне мәңгілікке тігіп берген асқақ туы. Қазақ халқы тарихтың талай соқпағынан өтіп, бүгінгі жетістіктерге жетуінің өзі біз үшін зор бақыт. Осының барлығы қазақ халқының беріктігі мен сенімділігінің арқасы деп білеміз. Қазақстаным, қасиетті төрімсің, көгіңде тек алтын күнің көрінсін. Бақыт елім, мерекеңде мерейлі, көмейден ән, жүректен жыр төгілсін. Туған жердің киесі мен қадірін әр азамат жүрегімен сезініп, ұлтқа, елге, отанға деген сүйіспеншілікпен бағалай білу бұл әр азаматтың қасиетті борышы. Қазақпын, еңселі елмін егеменді, кеңейттім кең әлемге керегемді, мұхиттың ар жағында жатқан жұрттар таныды тепе-теңдеп тереземді. Қазақпын, қойна оқыт жері дархан, әнімді бес құрлықтың бәрінде айтам. Нүсіпбаевтың әні «Гүлдей жайна Қазақстан». Орындайтын хор жетекшісі Перизат Қожахметова. All in
ата самғасын, желбіресін, көк байрағың сан ғасыр. Жасыландар берік ұста туыңды, жарқыратып туған елдің таңбасын. Тәуелсіз елдің тілегі бейбітшілік, тыныштық, келешегі білімді ұрпақ. Егеменді еліміздің ең ұлы, ең қастерлі мерекесі Тәуелсіздік күні тағы да құтты болсын.